баяғыда ұмытшақ аспазшы болады. Бірде ол патшаның туған күніне әлемдегі ең дәмді тортты пісірмекші болады. Бірде аспаз ас үйде асығып жүр. Қамырға байқаусызда ұшатын сиырлы ұнтақты көп етіп салады. Мәссаған, тым көп салдым. Аспаз мүлдем тортты ұстай алмайды, артынан жүгіреді. Сол сәтте бұл оқиғаға патша қарқылдап күліп тұрады. Керемет! Тағы да! Патша күлкіге тоймай күле береді. Сол уақытта патшаның аузына аспаннан торттар ұшып келе бастайды. Патша қорқып кетеді. Ойбай, мынау торттардан мен тойдым, бүгін болды жеткілікті. Бірақ дәмдәмді екен. Қорық! Мен патша боламын! Алдадым, күліңдер! Осылай сиқырлы тортқа патша мәз болады, еш ренжімейді аспазға. Әй досым, саған да сиқырлы торт жасап берейін бе? Сау бол балағай!